лесті биология бірлестігінен челленджді қабылдап алдық. Келесі челленджді беру үшін біз жаңа бір жаңашалап ойлап, мына бір лентаға түрлі түсті тілектерімізді айтып бір ағашқа ілейік, әркім. Сосын бұл ленталардың ерекшелігі нөмірленген. Соны бір арамыздан мен жұлам деген біреу жұлып, сосын бүгінгі келесі челленджді кім қабылдайды, қай бірлестік, соны анықтап алатын боламыз. Nasıl жинады? Байлаймыз ағашқа байлаймыз. Алайын. Қызым жоқ. Мен алайсың. Oldu mu? Ama dediğin kızım diyordu. Oğlum diyor. Oldu mu? Al kim? Байлай. Тоғына бір әдемі ағашқа әдемі қылып байлай. Үлгеп тұрған ағашқа бір-бірден бара беріңіз. Әр ағашқа бір-бірден ба? Жоқ, сол ағашқа жан-жағына әдемі қылып та, сондағы гүлді ағашқа. Сол ағаш. Араластырайық. Көк салып, өміріңіз көктемдей көпіра берсін. Әдемі ағашымыз көбейсін. Мектебімізде білімді ұрпақ көбейсін деп айтайын. Білімді ұрпақ көбейсін. Аман есен болайық. Күнсігіміз көп болсын. Абыройлы болсын деп айтайын. Апай, Зәрухан апай, біреуін өзіңіз таңдаңызшы, бірақ бәрін демесе, тілегі таусан бә. Төрт бірлестік қалған екен, біреуін өзіңіз таңдаңызшы, мына көп тұрсы ол. Көппенен жазылған біреуін таңдаңыз. Жоқ, көппен жазылған мынандай ұлтқа барлығында жазылмаған цифр. Любой біреуін көбін таңдаңызшы. Қызылда жазылған әрбіреуін бір-бірден жазылған. Болмайды, қараңғы көрінбейді. Көрінбейді. Ал, кеттік. Арай. Екі дейді? Екі. Міне, кет түсіреміз. Қай бірлестік? Тарих және оқудан бірлестік. Ал, келеміз сөйленшті тарихпен өзіміздің бірлестігіне береміз. Қабыл алыңыздар. Іске сәт. Рахмет апайлар.